Армысыздар, бұл ақпарат және қоғамы жобасы. Мен Асхат Садырбай. Байқағандарыңыздай, бүгін біз Алматы облысы Талғар ауданындамыз. Дәл осы мәдениет үйінде бүгін ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Қуанышұлы Омаров жергілікті халықпен кездесуде. Асқар Қуанышұлы, Арма. Жақсы негізі бәрі. Жақсы кездесу өтті. Мемлекет басшысының министрлер халықпен кездесу керек деген тапсырмасын орындауды бастап кетіпсіз. Ең бірінші сұрақ, енді не себепті сіз бұл өңірге келдіңіз? Не себепті Талғар, не себепті Арыс қаласы емес, не себепті Жаңаөзен емес? Ол қалаларға да бұйырса жолымыз болса барамыз. Негізі бұл шешім қалай болды? Мемлекет басшысының жарлығы шықты. Орталық атқарушы органдардың басшылары халықпен барып өңірлерде кездесу керек дегеннен кейін, негізі менің іс-сапарым ертеңнен Алматыға басталады. Өткенде біз сөйлестік қой, бақ туралы заңды қайта әзірлеу деген, сол бойынша журналистік қауыммен кездесем. Ал барғаннан кейін, енді Алматы облысында бұл да өңір, сонымен ойладық та Талғарда осы кездесуді ұйымдастырдық. Бұл кездесудің басты мақсаты не сонда? Бұл кездесудің басты мақсаты халықпен кездесу, халықтың пікірлерін тыңдау, талаптарын жинау, ұсыныстарын жинау. Сонымен енді мен осы жерге тек қана ақпарат және қоғамдық министр ретінде келіп тұрған жоқпын, үкімет мүшесі ретінде келіп тұрмын. Сонымен біздің министрлікке байланысты емес сұрақтарды мен өзімнің әріптестеріме де жеткіземін. Негізі біраз мәселелер жергілікті деңгейде шешіліп жатыр. Басқа жергілікті деңгейде шешілмейтін мәселелерді біз оны елордада талқылаймыз. Енді негізі халыққа мемлекеттің саясатын жеткізу, жаңа Қазақстан аясында біз ары қарай қалай дамимыз дегенді түсіндіру және халықтың сұрақтарына жауап беру. Так, кстати, мы с съемочной командой тоже слушали вас там, смотрели, как проходила встреча, был очень интересный диалог. Больше всего, какие для вас самые актуальные вопросы? Топ-3, можно сказать. Вопросы были разного спектра. Да. Значит, первый вопрос, он касался, значит, непосредственно общественного развития. Понятно, что люди, живут они в большом городе, живут они в малом городе, либо живут они в районе, они хотят для себя, для своего общества общественного развития. Первый вопрос касались именно этого, то есть развитие и НПО, да, и развитие гражданской активности. Затем был достаточно блок вопросов по социальной поддержке, то есть это касалось многодетных семей, это касалось, значит, молодежи, развития молодежи в дальнейшем. И третий блок, он, скажем так, был такого общего характера, который касался как и поддержки бизнеса, где мне получить консультацию, если я хочу получить там грант в рамках бизнес-бастау, который реализует Национальная палата предпринимателей Атамекен. Негізі сұрақтар көп болды. Енді бәріне жауабымды беруге тырыстым. Біраз сұрақтарды жазып алдым. Оны енді әрине өзімнің әріптестеріме жеткізем. Енді әрине мына жақта әлеуметтік қолдау деген сұрақтар болды. Жастармен жұмыс істеу. Сосын ақпаратты қолдану деген көп балалар аналар да өз мәселелерін айтты. Негізі біраз мәселелер жергілікті деңгейде шешіліп жатыр. Бірақ министр келгеннен кейін министрге де сұрақтарды қойып жатыр. Министрді тыңдап, халықпен байланыста болып, бұл да бір жақсы бастама. Бұл жаңа Қазақстанның бір түрі. Министрлер халықпен кездесіп, бұл біз үшін де жақсы. Себебі біз елордада отырамыз, әрине іс-сапарға шығамыз да, бірақ осылай тікелей халықпен сөйлескенде, ертең шешім қабылдағанда бұл халық талап еткен ұсыныстарды негізі есептеу керек. Асқар Қуанышұлы уақытқа жомарт екен. Бүгінгі кездесу жоспарланған уақыттан 1,5 сағатқа асып кетті, бірақ сонда да аяғына дейін тыңдап отырдыңыз. Барлығына мүмкіндік бердіңіз сұрақ қоюға. Өзіңізге ұнады ма кездесу? Әрине ұнады. Біздің халқымыз өте белсенді. Сосын тек қана өзінің жеке жағдайын емес, жалпы мемлекеттің жағдайын ойлайды. Тек қана аудан бойынша ғана сұрақтар қойылған жоқ. Негізі мемлекет туралы да сұрақтар қойылды. Оның ішінде біраз тақырыптар бар. Біріншіден халықпен кездесу болды. Сосын брифинг болды. Одан кейін жеке қабылдауыңызға? Жеке қабылдаудан 13 адам өтті ма, 14 адам өтті ма, мен шын айтсам, енді көріп тұрсыз, кішкене шатастырымда, енді тілінде дұрыстап істемей тұр, иә. Өткен жылы денсаулық министрі келді, биыл бізге отыр екенсіз, қош келдіңіз біздің ауданға. Ресторан ол негізі алып өсіп жатыр да, сол айтатын даму министрлігінен келіп даму керек болды Қазақстанда.
Қазір жастар мәселесі өте күрделі мәселе. Мы все знают, что здесь в Талгаре нет радиостанции, мы будем единственной, по сути дела, радиостанцией здесь. Нам бы хотелось, чтобы Костеле радио пошло нам на уступки и дало нам больше мощности для распространения нашего радиосигнала. Осының бәрін өлмей халыққа жеткізіп отыратын бұл баспасөз газет. Осы сіз айтқан мәселе бойынша ақылдасайық, негізі дұрыс айтасыз. Мемлекеттік тапсырыс мәселесіне келейікші, менің білуімше алдағы уақытта бұдан былай бұқаралық ақпарат құралдарына бөлінетін мемлекеттік тапсырыс жыл сайын белгілі бір мөлшерде пайызда азайып отырады. Ал енді осыған тоқталып өтіңізші, бұл қалай жүзеге асады? Былтырдан бастап медиа саласы жақсы білет, жаңа формат енгізілді. Негізі мемлекеттік ақпарат саясатында қандай тақырыптарға назарды аудару керек, ол енді қазір министрліктен келеді. Қазір кезде әр өңірде аймақтық мемлекеттік ақпарат тапсырысты конкурсқа шығарып жатыр. Енді ол туралы сұрақтар болып тұр, бірақ менімше біздің қазіргі жағдайда жергілікті ақпаратты құралдар мемлекеттен көмек табу керек. Бірақ кез келген мен қазір бақты аштым, маған көмекті беріңдер деген болмау керек. Неге? Себебі бақ деген халықтың көзі. Халықтың көзі болғаннан кейін ол бақты көрермендер көру керек, оқырмандар оқу керек. Соған байланысты жергілікті атқарушы органдар қолдау жұмыстарын жүргізу керек. Енді қазір бағана кездесуде көрдіңіз ғой. Міне бір ауданда газет үшін қаншама пікірталас болды. Неге? Ол газет ешкім оқымаса, ол газет ешкімге керек емес болса, осындай пікірталас болмайтын еді. Бар ғой, бір кішкене газетіміз бар, оны бір оқиды ма, оқымайды ма, бірақ нашта енді кәдімгі үлкен дискуссия болды. Өте ұзақ дискуссия болды. Әр ауданда өзінің жергілікті бақтарға халықтың көзқарасы сондай болса, бұл дамыған қоғамды білдіреді. Әр ақпаратты біз сол бақ арқылы қолымызға аламыз. Мемлекеттің саясаты болсын, жеке хабарламалар болсын ба, негізі жергілікті бақтың маңыздылығын көрсетеді. Осы бағана болған дискуссия. Газеттің дәуірі өтті дейміз, бірақ бүгінгі шынында дискуссиядан байқағанымыз, жергілікті халық бір ғана газеттің тағдыры үшін қатты алаңдаулы. Олар ол газеттің бұлай алдағы уақытта интернет порталынан өтіп, кәдімгі дәстүрлі қағазбен басылып шығатын газеттің жоқ бұл көзіне мүлдем қарсы, және де бүгінгі таңда ол газеттің халіне өте көбісі қарсы. Екі бөлінді ғой негізі. Екіге бөлінді пікір. Алаңдаулы, ол сапасын көтергілері келеді. Бірақ жазылушылар саны өкінішке орай аз. Енді біздің елде газеттердің мәртебесі төмен деп айта алмаймын, себебі тіпті мемлекет басшысының өзі газетте шыққан кейбір мәселелерге назар аударып, оның жақында ғана Атырау облысында Егемен Қазақстанда жергілікті тілші жазған мақалаға мемлекет басшысы назарын аударып тұр. Кеше ғана премьер-министр Атырау облысына барып келді, тексеріп келді. Бұл негізі газет мақаласы нәтижесі. Енді бұдан шығатын туындайтын сұрақ: газет Қазақстанда газеттердің болашағы қалай болады? Әсіресе енді республикалықтарды былай қойғанда жергілікті осындай газеттердің тағдыры не болмақ? Қалай болады? Біз енді жалпы әлемдік тәжірибесіне қарасақ, газетті оқу деген бұл халықтың мәдениетін көрсетеді. Енді әрине қазір бүкіл әлемде газеттердің таралымы түсіп жатыр. Ол Франция сияқты дамыған мемлекеттер болсын, басқа мемлекеттер болсын, негізі түсіп жатыр. Неге? Себебі интернет бәрін алып жатыр қолына. Бірақ газет дегенді біз тек қана қағаз бетінде дегенді санамауымыз керек. Енді қараңыз, 20 жыл бұрын портал, сайт бақ ретінде саналмайтын. Қазір бұл дәстүрлі бақ деп жүрміз. Телеграм мессенджерлер. Телеграм мессенджерлер. Сонымен газеттің форматы меніңше қазір өзгеріп конвергенттік болу керек. Мен бір мысал келтірдім. Мысалы, Егемен Қазақстанда қағаз ретінде сатып алуға болады, порталда оқуға болады, немесе порталдан PDF версиясын алып оқуға болады. Неге? Себебі енді өмір бір орында тұрмайды ғой. Өмір бір орында тұрмайды. Радионы алсақ, радио бұрын тек қана радиочастотамен таратылатын. Қазір радио интернет арқылы да таратылады. Мысалы, подкаст та бар, мысалы, онлайнда бар. Сонымен газет негізі қалады. Бірақ ол қандай түрімен шығады? Ол негізі заманға байланысты болады. Ал мемлекет тарапынан әрқашан газеттерге негізі көмегі болады. Бұл да негізі әлемдік тәжірибе. Қазірде газеттерге мемлекет ақпаратта тапсырысы бойынша қаржы бөлініп жатыр. Ары қарай да солай болады. Енді бірақ біз жаңа айтып қалдық, мемлекеттік тапсырыс жыл сайын азаяды деп. Бұдан газеттер қатты зардап шегіп қалмай ма? Әлде олар өздері заманға бейімделу керек? Енді біздің алдымызда талап тұр ғой. Негізі бақтар бәсекелесті болу керек, заманауи болу керек.
заманауи болғанда бақтарда монетизация болу керек. Жарнамамен және басқа кірістермен өзін деңгейін көтеру керек. Нақты заманына бейімделу керек, Иә, былайша айтқанда. бірақ меніңше, мысалы қазір газеттердің ең үлкен шығыны бұл баспа. Мүмкін болашақта мынау Францияда сияқты, немесе мынау Ұлыбританияда сияқты мүмкін газеттерге сол баспаға субсидия беріледі. Басқасын газет өзінің аудиториясымен жұмыс істеп табады, басқа бюджетін. Мүмкін ондай да шешім жолдары шығады. Мүмкін. Жақында заң жобасын талқылаймыз. Ол кезде де біраз ұсыныстар түседі. Радио демекші, енді Талғар талай журналистің түлеп шыққан аймағы. Талай енді танымал журналистер бар бұл өңірден шыққан. Жаңа жергілікті халықтың сұрақтарының арасынан радио туралы бірнеше мәселені байқадық. Яғни бұл аймақта көп жерде радионың толқындар ұстамайды екен. Ол мәселені қалай шешесіздер алдағы уақытта? Қазіргі уақытта цифрлық телевизия және радио деген жұмыстар өткізіп жатыр. Қазтеле радио акционерлік қоғамы сол жұмыстарды өткізіп жатыр. Келесі жылда негізі қосылу керек. Осы міндетті мен Қазтеле радио акционерлік қоғамының төрағасына Мірболат Аюповқа қойып тұрмын. Негізі радионы осы жерде тыңдауға болады, бірақ кейбір жерге жетпегенін оны шешеміз. Осы цифрлық телерадио жүйесі қосылғанда. Енді көрдіңіз ғой, кейбір адамдар да күліп отыр. Бір кісі айтып тұр, менің машинеде радио істемейді, машинесі ескірген кейін соцсадан радио істемейді екен. Сигнал жетпей тұр ма, әлде машинаның өзінде радио істемей тұр ма? Мен түсінбей қалдым. Машинаның жасы 98 мысал ғой, құдайға шүкір. Бірақ енді радио істемейді, құдайға. Сонымен радионың сигнал жетпейді, жарайды. Талғардың қай жерде радионың сигнал жетпейді? Жақсы, нақтылаймыз соны бөлек. Ондайды да жағдайда түсінуге болады, бірақ әр машинеге, әр үйге радио жетсін деген бағытта біз барлық жұмысты жасаймыз. Бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты тағы бір сұрақ бар. Өзекті бірнеше күннен бері әлеуметтік желілерде қызу талқыланып жатыр. Бұл хабар агенттігі қызметкерлерінің жалақысын көбейту туралы мәселесі. Бұл мәселені өзіңіз де жақсы білесіз. Бүгін кездесуде журналистер брифингте бұл сұрақты қойып жатты. Осыған қатысты не айтасыз? Осыған қатысты айтайын. Келесі жылдан бастап халықтың әл-ауқатын көтеру үкіметтің бағдарламасына мемлекеттік бақтарда жұмыс істейтін журналистерге жалақысы көтеріледі. Бірінші жыл 30%-ға, екінші жыл 20%-ға, келесі үшінші жыл 30%-ға көтерілетін болады. Енді хабарда жалақы мәселесі қазіргі жағдай қандай болып тұр? Әрине біздің назарымызда тұр. Енді әрине оптимизация бойынша ма, мүмкін басты коммерциялық кірістер бойынша ма, әрине мәселені шешу қажет. Оны енді қалай шешетінімізді қазір хабардың өзі корпоративтік деңгейінде комиссия құрып жолдарды іздеп жатыр. Хабардың да ішінде негізі жалақыны жақсы алатын адамдар бар сияқты. Оны да қазір көреді. Бірақ 1 маусымға дейін хабар өздерінің ұсыныстарын береді. Бұл процесс негізі біздің институтымыздың назарында тұр. Көкейде жүрген сұрақ еді, бірақ бүгінгі жиналыста да кездесуде ол сұрақ көп қойылды. Мемлекеттік гранттарды бөлу мәселесі. Енді жергілікті мәселелерді, жергіліктің тұрғындарды тарту арқылы тез және тиімді шешуге болады. Бұл әрине үкіметтік емес ұйымдар арқылы жүзеге асады. Енді ауылдардың үкіметтік емес ұйымдарына грант бөлу мәселесіне тоқталып өтіңізші. Бүгін бұны жергілікті халық көп сұрады бұл сұрақта. Мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Ауыл жерлердегі үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын көбейту. Қазіргі кезде парламентте қайырымдылық және волонтерлық туралы заң жобасы жатыр. Бірінші тыңдаудан өтті. Оның ішінде де осы ауылдың жерлерінде жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйымдар туралы да біраз позициялар бар. Енді келесі жылда әлеуметтік бастамаларды қолдау орталығы бойынша біз гранттарды бөлеміз. Биыл да 50 грант осы аясында бөлініп тұр. Негізі
алдағы қоғамдық белсенділер басқа да гранттарға қатысып тұр. Мен бүгін ғана бір мысалды келтіргем. Былтыр мемлекет басшысы тәуелсіздік ұрпақтары деген бастамаларына арналған 30 гранты бөлінген. Оның ішінде бір 40% ауылдан шыққан жастар. Сонымен осы бағытта жұмыстарымыз жүзеге асыруда. Ұсыныстарды азамат қоғамнан күтеміз. Асқар Қуанышұлы, өткен жолы сіз басқаратын министрліктің өкілдері НИИТ жастарына көбірек көңіл бөлеміз деген еді. Бұл уәденің қалай жүзеге асатынын айтып өтіңізші. НИИТ санаттағы жастар бойынша биыл жас прожект деген бағдарлама енгізіледі. Оның ішінде 251 миллион теңге көлеміндегі гранттар бар. Бұл НИИТ санаттағы негізі жұмыссыз жүрген жастар үшін жобаларын қолдау үшін бөлінген. Және қазір парламентте жастар саясаты туралы заң жобасы жатыр. НИИТ санаттағы жастар туралы осы қазір парламенттің жұмыс топтарында талқыланып тұрған жастар саясат туралы заң жобасымен жазылған. Және жергілікті деңгейінде НИИТ жастармен біраз жобалар бар. Ол жасы елден бастап және жастар практикасы, бірінші жұмыс орны деген бұл бәрі негізі НИИТ санаттағы жастардың санын қысқарту үшін жасалған. НИИТ деген біздің көрермендер білетін шығар. No employment, no education, no training деген. Оқымайтын, жұмыс істемейтін және білім алмайтын жастарды НИИТ жастары дейді. Проблема в информировании, да, как мы заметили. Вот молодежь, они не знают, что есть такие проекты, есть такие возможности. Как вы думаете, насколько эффективно будет вот эти проекты продвигать именно среди НИИТ молодежи? Ну, молодежь, которая стремится, она в принципе знает, да? То есть понятно, что, возможно, есть какие-то проблемы именно в доведении информации до молодежи, да. Но вот сейчас открыт отдельный телеграм-канал, который касается именно реализации государственной политики в сфере молодежи, да. Значит, затем мы выходим и через тиктокеров, да. Сейчас у нас появилась такая идея, что, наверное, нужно продвигать отдельные моменты молодежной политики со стороны государства. Нужно продвигать, например, через популярные приложения. Вот, например, Glovo, да? Glovo пользуются многие, да. Потому что заказывают там еду, пиццу и прочее. Почему при заказе там не может выходить? А хотите вы узнать, например, о таком начинании, как молодежная практика? Или, например, там приложение для такси. Вызываем такси, а вот тут выходит. А вот вы могли бы поучаствовать в проекте Just Project. То есть такого плана. Затем мы начали практиковать выезды непосредственно, опять же, в регионы. Вот недавно вице-министр Александр Данилов, который курирует молодежную политику, он съездил в Чуйский район Жамбылской области. Там, в принципе, у него была встреча с молодежью, он лично разъяснил. Опять же, если у человека есть стремление знать, есть стремление использовать возможности, то он будет к этому стремиться. Но наша еще раз задача состоит, чтобы подвигнуться к этому. То есть дать, не то, что государство дает много возможностей, дать возможность воспользоваться возможностью, получить информацию об этих возможностях. Например, председатель комитета по делам молодежной и семейной политики Шахмардан Байманов, он вообще сделал целый вояж по регионам, где находится большее количество молодежи категории НИИТ, да, которая не учится, не работает. И, в принципе, уже мы видим результат, то, что комитет по делам молодежи и семейной политики, его просто стали заваливать сообщениями на WhatsApp министерские, электронными письмами. В принципе, потребность есть. И здесь наша главная позиция – рассказать о возможностях, чтобы ими могли молодые люди воспользоваться. Как на сегодняшний день государство помогает семьям? Ну, в принципе, семейная политика является одной из приоритетных для государства, поскольку государство, если так смотреть творчески, государство тоже большая семья, да? И стержнем для любого крепкого государства является крепкая семья. Значит, понятно, что по линии Министерства труда и социальной защиты населения реализуются разного рода мероприятия, касающиеся поддержки многодетных семей, поддержки малоимущих. То есть о них более подробно, конечно, всегда может рассказать министр труда и социальной защиты населения. Что касается в нашей части, мы должны дать методическое обеспечение, мы должны дать законодательное обеспечение. Вот сейчас, например, находится эта депутатская инициатива, находится на рассмотрении законопроект об укреплении семьи.
Затем, значит, в рамках предвыборной платформы партии «Аманат» предполагается открытие в стране 234 центров поддержки семьи. Что это значит? Значит, туда можно будет обратиться за помощью правовой, за помощью конституционной, за помощью психологической. Особенно в период пандемии, особенно в период такого вот очень быстрого времени, да, когда не так много есть времени на семью, возникают проблемы. И эти проблемы во многом психологические, нежели социальные. Ежегодно у нас выходит там национальный доклад о семье, и мы видим даже по социологическим исследованиям, что основная проблема как раз-таки она не социальная. Она как раз-таки заключается во взаимоотношениях, да, заключается там, учитывая там, значит, наши специфики, заключается там в вмешательстве родственников, например, да, в жизнь молодой семьи. Я как-то в Шымкенте зашел в районный молодежный ресурсный центр, спросил у молодого психолога: к вам приходят вообще молодые семьи? Они к нам приходят, они только по разнарядке акимата, когда они идут подавать заявление на развод в ЗАГС. Я спросил, как результаты. Она говорит, ну вначале они не слушают, потому что они считают, что идти к психологу, это значит идти там, к психиатру, мы не больные. Но в итоге результат. За 2 месяца пришло 70 молодых пар, готовых развестись. 59 отказалось от развода. Соответственно, психологическая помощь, она вообще очень необходима. У нас есть телефоны доверия абсолютно бесплатно. У нас есть бесплатная психологическая помощь как в онлайне, так и по телефону. В принципе, всем этим можно пользоваться. Вплоть до планирования семьи могут разъяснить в центрах поддержки семьи. То есть планирование семьи. Сейчас вот недавно предложили хороший проект, это семейный бюджет. Но у нас бывает так, что пары создаются, а семейный бюджет они вести не могут. Они не могут, потому что, возможно, они к этому просто не приучены. Опять же, сейчас мы понимаем же, да, что сейчас время такое убыстренное, не всегда есть время заниматься детьми. Дети даже порой даже не знают, откуда родители формируют семейный бюджет. То есть вот это социальное ориентирование. Вот у нас один из проектов был, это социальное ориентирование для молодежи. Почему? Потому что, когда ты выходишь во взрослую жизнь, там, ты собираешься создавать семью, у тебя должна быть определенная социальная ориентация. В отношении семейной политики наше министерство всегда держит этот вопрос на контроле и все время ищет самые лучшие практики, чтобы их применить с учетом наших возможностей и нашей специфики. Как у нас в стране обстоят дела с гендерной политикой? Президентом было поручено, значит, модернизировать существующую концепцию семейной и гендерной политики. Значит, сейчас этот проект уже готов, в него вошли очень хорошие предложения. И, в принципе, гендерное равенство, как бы ни говорили некоторые люди, гендерное равенство, в принципе, присуще нашему менталитету. Поскольку всегда в нашем обществе женщина, значит, имела свое слово, имела право на свое мнение. Женщины участвовали в войне за родную землю, да. Опять же, сколько у нас исторических личностей, что самых древних времен, которые женщины. И здесь, когда мы говорим о гендерном равенстве, мы же не говорим только лишь о защите прав женщин. То есть мы говорим о равенстве мужчин и женщин. То есть одинаково женщина может делать карьеру, как и мужчина. Да? Сейчас мы вот видим, например, что в судебных органах у нас практически 50% составляют женщины. Да? Мы видим, что по поручению президента у нас идет обновление руководящего состава, где 30% составляют женщины. У нас появился первый генерал женщина. Вот. И все вот эти моменты государство показывает, что мы государство равных возможностей, вне зависимости от гендерной принадлежности, от этнического происхождения, от вероисповедания. Мы являемся государством равных возможностей. Түсінікті Асқар Қуанышұлы, 6 сағат кездесуде тоқтамай сөйледіңіз, одан кейін бізге сұхбат бердіңіз, уақыт тауып. Бізге көп рахмет. Енді әңгімемізді келесіде жалғастырамыз. Ісіңізге сәттілік тілейміз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Бізді YouTube-тан қарай жүріңіздер және каналымызға тіркеліп пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Аман сау болыңыздар.